Таңдарыңыз шуақты болсын, құрметті көрермен. Жаңадан келіп қосылған көрермендеріміз болса, қайырлы таң деп тілейміз. Құрметті көрермендер, біздің студиямызға тағы бір қонағымыз келіп жайғасты. Әділ Ғабитұлы, көрнекті ақпараттарды тексеру тобының мүшесі. Қош келдіңіз біздің студиямызға. Сәлеметсіздер, қайырлы таң. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй ойдағыдай керемет, Аллаға шүкір. Айтады ғой, адам көңіл күйін өзінің басына қалай енгізеді, солай көңіл күйі болады, күні де сәтті өтеді. Өзіміздің тағдырымыздың иесіміз. Керемет. Таңертең ерте тұрып, біздің студиямызға келгеніңізге әрине көп рахмет. Әділ Ғабитұлы, енді бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы қоғамдық ортадағы жауапкершілік жайлы. Осы орайда ақпараттық жауапкершілік өте маңызды. Сізді шақыру себебіміз көрнекті ақпараттарды тексеру тобының мүшесі. Жалпы ең бірінші сұрақты осыдан бастайықшы, бұл топ немен айналысады? Бұл топтың негізі басты мақсаты қазіргі таңда. Мысалы, кәсіпорындар бізде Өскемен қаласында көп қой. Дүкен болсын, дамхана болсын, дәріхана болсын, жәнегі мейрамхана болсын. Соңген солардың маңдайшасында жазылған дүкен деген жазулар бар. Соңген азық түлік деген жазулар бар. Дәріхана деген, соңген кіреберісінде жұмыс кестесі деген бар. Соңген дүйсенбі, сейсенбі деп жазылып тұру керек негізі. Тілде туралы заңның 21-ші бабында жазылып тұр. Кез келген көрнекті ақпарат, ол мәзір, жәнегі күн тәртібі, прайс, соңген кез келген көрнекті ақпарат қай жер жазылып тұрса, мысалы есіктінде жазылып тұрады ғой, өз артынан есік жауып жүріңіз деп жазылып тұру керек. Закрывать за собой дверь деп жазып қойды кейбіреулер. Соға дейін бәрі бірінші мемлекеттік тілде жазылып тұру керек. Кез келген көрнекті ақпарат. Соңген өтір қойылады да, қажеттілік болған кезде орыс тілінде немесе тағы да басқа тілдерде жазылады деп 21-ші бапта жазылып тұр. Өкінішке орай кейбір кәсіпкерлерді қойып кейбір мемлекеттік мекемелер сол заңды білмегендіктен ба, әлде байқамағандықтан ба орындамайды. Соны біз өзіміздің тобымызбен шолу жасап, аралап, түсіндірме жұмыс жүргізіп, ескерту жұмысын жүргізіп, сол 21-ші бапты түсіндіріп жеткіземіз. Яғни, ертең күні біздің кез келген кәсіпкердің орнында бәрі заңға сәйкес болып тұру керек. Ол неше түрлі заң бар ғой. Тілдер туралы заң да ол өз бір заң. Соны бәріміз орындауымыз керек. Соған біз атсалысып жатырмыз. Жалпы осы бойынша бір оқиғамен бөлісіп кетсеңіз, бір мысал айтып, қандай жерден, қандай бір қателік көріп, оны қандай деңгейге жеткіздіңіздер? Көбінесе сауда орталықтары бар ғой. Мысалы, былтырда біз АДК деген үлкен сауда кешені бар. Ойын-сауық кешені дейді ғой. Соның ішіне кіріп, 3-ші қабаттан бастап, фудкор дейді ғой. Фудкорды, соларды қарап, анықтап, талай-талай бұзушылықтар болды. Түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, қазіргі таңда сол жердің бәрі, мысалы, заңға сәйкес бәрі жазылған. Бірінші қабатында бәрі, екінші қабатының бәрін әкімшілігіне біз бірінші кіреміз әкімшілігіне. Сол жақтың. Сол әкімшілігіне түсіндіреміз, осындай заң бар, сіздерде осындай бұзушылық бар екен. Себебі ол жерде қаншама сауда нүктелері бар. Торговый точка дейді орысша айтқанда. Оның бәрін аралап жүру деген ол мүмкін емес. Олардың өздерінің нелері бар, WhatsApp топтары бар. Олар алады да, сол жәнегі біз берген неміне қағазды, заңды басып шығарған. Соны түсіретті, осындай заң бар екен, кім білмейді, осыны алыңыздар, оқыңыздар, осы ережеге сай келтіріңіздер деп береді. Сол кезде әсері тезірек тарайды да, тезірек өзгереді. Ал егер, мысалы, кез келген әкімшілік администрация, ондай құлақ аспаса, ондай нәрсеге қандай шаралар қолдану керек сіз үшін? Жоқ, ол негізі жазылып тұр заңда. 75-ші бап бар, әкімшілік кодекс, административный кодекс дейді орысша айтқанда. 75-ші бабында негізі сол көрсетілген. Егерде тілдер туралы заң бұзылған кезде бірінші рет ескерту жасалады. Сол бұзушылық бір жылдың ішінде қайтадан кеп тексерілгенде әлі өзгертілмей тұрса, онда 10 мың теңгеден 92,5 мың теңгеге дейін айыппұл салуға
мүмкіншілік бар. Сот арқылы, көрдіңіздер ме? Сол үшін бірінші біз ескерту жасаймыз, түсіндіреміз, осылай заң бар деген сияқты. Қызыл бағдаршамға өтіп кетсеңіздер, міндетті түрде ақша төлейміз ғой, 8 мың, 19 мың деген сияқты. Мына жерде ескерту бірінші рет. Жалпы осы қоғамдық ортада бір жауапкершілікті сезіну үшін адамдар ең бірінші мәдениетті болу керек деп айтып жатамыз. Оның ішінде мысалы жол жүру ережелерін де сақтаудың, мысалы қоғамдық ортада жүріп тұрудың, осы кезде жастар арасында қандай жағдайлар ұйымдастырылу керек, осы жастарды мәдениеттікке қалай баулуға болады? Жастарды біз мәдениеттікке тарту үшін негізі айтады ғой, тәрбие бесіктен басталады деп. Кішкентай кезінен бастап әр ата-ана баласын тәрбиелеу керек. Бізді кезінде қалай тәрбиеледі? Ұят болады деп, обал болады деген сияқты. Біз одан кем болған жоқ, біз кем болдық керісінше. Қазіргі мысалы әлі күнге дейін қой сойға жатса, біз обал болады да, барып қой сойған жерден кетіп қаламыз, сол сияқты. Қазіргі жастарға қарасан, керісінше өкінішке орай мысықты соғып жатады, айтып жатады, неше сияқты желіде көріп атамыз, неше сияқты жағдайлар болып жатады. Оның бәрі неден? Оның бәрі үйден көрген агрессивті жағдай. Әкесі, шешесі тікелей солардан байланысты. Елді түзегін келсе, бесігінді түзе дейді ғой. Біз сол бесігімізді түзеп алуымыз керек. Біз кезінде мысалы ауылда жүргенде, мектепте оқып жүргенде, кез келген мұғалімдардың айтқан бізге нелерін, ұсыныстарын қолдап, әрқашанда бірінші қатарда бәріміз жүретіміз. Бір сынып болып бірге, бір ұжым сияқты былай. Мысалы бұрында Тимур его команда деген сияқты командалар болды емес, қырттарға барып, үйін тазалап, сондай бір бұрында болған сондай, бірақ қазіргі кезде ол қаншалықты дамып келе жатыр? Қазіргі кезде мысалы айта кетейін, ауылды жерде ондай нәрсе әлі бар. Әлі қалды. Үлкен аталарымыз да бар, біз өзіміз бәріміз ауылдан шықсақ та, ауылда туыстарымыз бар, Аллаға шүкір. Сол жаққа барып тұрамыз, араласып тұрамыз. Содан кейін бейне жазбалармен ауысып тұрамыз, жібереді, сонда көреміз. Біз осындай апаға бардық, төбесін, шатырын, қарнын сүрдік деп. Болыстық деп өтеді, 9-шы сынып оқушылары. Отын жардық. Отын жардық, отын жинап кеттік, соның бәрін істеп кеттік, суын тасып бердік дейді. Ол жұмысты олар бір-ақ күндік емес. Олар жұмасына бір-екі рет келіп жасап отырады, көрдіңіздер ме? Ол үлкен көмек, үлкен тәрбие. Ертең күні адамға көмектескеннен кейін адам ішіндегі өзі сезімі де жақсы болады, көрдіңіздер ме? Сен өзің қанағат аласың. Біреуге жақсылық жасасан, жамандық жасасан өзің жаман сезінесің де, жақсылық жасағанда өзің қанағаттан қаласың негізі. Көрдіңіздер ме? Содан кейін мысалы бізде мектепте қандай тәрбие болды? Біз орман отырғыздық. Лесопосадка дейтін, біз орысша оқыдық қой мектепте. Совет өкіметі кезінде. Сонда лесопосадкаға біз бәріміз баратығымыз, бізге ол кезде ақша төлейтұғым. Бір жағынан біз табиғатты көркендіреміз. Өзіміз қолымызбен салғаннан кейін, ертең күні сен оны шапқанға да бармайсың, көрдіңіздер ме? Ол да бір тәрбие. Содан кейін біз Сахманға барғамыз. Кезінде, біздің совхоз кезінде қойларды көп асырайтын, көп өсіретін. Сол кезде көктемде біз бәріміз жібереді тұғын. Төлдеуге жібереді. Төлдеуге жібереді, содан кейін ана жүнін қырыққай жібереді. Оның бәрі былай, біз 10 шақты адам бала жиналамыз да, бір үйдің баласы сияқты жүреміз. Сол кезде ұйымшыл пайда болады, көрдіңіздер ме? Ол кездегі адамдармен, ол кездегі достармен әлі күнге дейін бәріміз араласамыз, әлі күнге дейін бәріміз құрыласамыз деді ғой, неше сияқты әңгіме құрамыз. Кез келген кезде біреуге көмек, анауына болған кезде бәріміз соған қол ұшымызды созуға дайын тұрамыз әрқашанда. Дұрыс айтасыз, енді Әділғабитұлы, кешіріңіз, сөзіңізді бөлсем, эфир уақыты шектеулі, таңғы уақытыңызды бөліп, осылай бізге келіп ақпаратпен бөліскеніңізге көптен көп алғыс айтамыз. Өзіңіздей ұлтжанды қазақ тілінің қамқор азаматтары көп болсын дегеніңізге тілек ниетіміз бар, жұмыстарыңыз табысты болсын. Құрметті көрермен, бізде қонақта болған Әділғабитұлы, көрнекті ақпараттар тексеру тобының мүшесі.